Каспий арқылы ИП төлемдерінің барлығын бір бөлімнен төлейтін боламыз. Бұл жерде госуслугке кіреміз. Осы жерде платежи для ИП. Бірінші тұрған отчисление и взносы за ИП одним платежом. Осыған басамыз. Және бізде ин ИП деп тұр. Осы жерге ИП егесінің инін жазамыз. Және период оплаты. Өзімізге қай айды төлейміз, сол периодты таңдаймыз. Мен декабрь деп таңдадым. Енді мына жерде обязательные пенсионные взносы деп тұр. Мына жерде барлығы өзі шығып тұр. Минимальный сумма 7000 теңге дейді. Біз қазір төлеп жүргеніміз пенсионкаға 54444 теңге. Осы сумманы жазатын боламыз. Социальное отчисление 17150 теңге. Взнос на соцмедстрахование дейді. Социальный медстрахование 4900 теңге өзі шығарып беріп тұр. Енді келесі бізде 76494 теңге болды барлығы. Осы жерде оплата деп төлем жасайтын боламыз. Келесі бізде налоги для ИП. Ол үшін біз қай УГД-ға жатамыз, сол УГД-ны таңдап аламыз өзіміздің. Мына жерде менікі Алматинский область. ИПН с доходов необлагаемых источников выплат деп тұр. КБК 101-202-ні таңдаймын. Келесі бізде выберите УГД. Өзіміздің УГД-мыз қай районға қарайды, солын таңдаймыз. Мен таңдаймын УГД по Илийскому району. Выберите район дейді. Және таңдаймыз УГД по Илийскому району. Басамын. Енді мына жерге название организация дейміз. ИП қалай ашылды, ИП названиясын осы жерге жазатын боламыз. Келесі бізде астында ИП егесінің инін толтырамыз. Ин организация деген жерге. Енді мына жерде сумма төлейтін суммамызды жазамыз. Налогымыз қанша, бізде сол сумманы жазамыз. К оплате дегенді басып төлеп жіберетін боламыз.